Белгісіз сезім. Ұзақ уақыт көрмей сағынысқан Ләйла мен Думан құшақтаса көрісті. Думанның шашы жалбырап, мұрт сақалы өсіп, түрі қатты әбіржіп, мүсәпір күйге түскенін көріп, Ләйла жылап жіберді. Думан бұрын өзіне қарап, өте таза киініп жүретін. Қарапайым құрылысшы болса да, оны көбі костюм шалбар киіп, дүрдиіп жүргенге үлкен қызметте жүрген біреу болар деп ойлайтын. Неге сонша әбіржіп өзіңе қарамай кеткенсің, деді Ләйла Думанға аянышпен қарап. Сен кеткелі көп уақиғалар өтті ғой, деді Думан. Үйге келіп балаларының киімін ауыстырып, тамақтарын беріп болған соң, Ләйла далаға ойынға рұқсат берді. Думанмен оңаша отырып не болғанын сұрады. Ләйланы ауылына апарып тастаған соң, қаладағы туыстарына соғыпты Думан. Сонда біраз күн болып, бұрынғы кәсіптестерін көріп, бірге кафеге барып ішімдік ішіпті. Ортаға түсіп бәрі биде билепті. Қайдан келгені белгісіз 3-4 қыз да пайда болыпты. Биді қыздырыпты. Соңында жанындағылар қыздарға таласқан ба, әйтеуір басқа столда отырған жігіттермен керісіп, төбелесіп полицияға түсіп қалыпты. Өңкей қарулы жігіттер бірін-бірі аямай соғыпты. Бет ауыздары ісіп, көздері көгеріп, жарақатсыз ешбірі жоқ дейді. Содан соң полиция әкетіп 15 күн қара жұмысқа салыпты бұларды. Одан шыққан соң үйіне келіпті. Бір аптадай тыныш үйінен алыс ұзамай көршілермен әңгімелесіп жүріпті. Көршілері өте жақсы адамдар. Әке-шешесінің көзін көрген, жақсылығын көрген. Келіншегі жоқта жалғыз қалдырмайық деп тамаққа шақырып тұрды бірінен соң бірі. Ауыл шетінде алыстау бір ағайын інісі бар еді. Бір күні кешкілік сол үйге соғыпты. Барса інісі вахтаға жұмысқа кеткен. Келін балалармен жалғыз болған соң, інім келгенде келермін деп қайтып кетіпті. Үйіне кеп ұйықтап, таңертең тұр-тұрлаған дауыстан оянады. Далада тапшанда ұйықтайтын. Бас жағында полиция тұр. Тез киініңіз, бөлімшеге барамыз, деді. Не болғанын түсінбеген Думан киініп бірге кетті. Барған соң бұған біраз сұрақтар қойылды. Сөйтсе, кеше бұл барып кеткен ағайын інісінің түнде теледидары ұрланыпты. Келініне үйіңе кім келді деп сұраса, пәлен деген қайнағадан басқа ешкім келмеді деген. Содан мұны күдікті деп әкеткен. Ұрылар 2 адам болыпты. Олардың ізі қалған. Аяқ киімі мен ізді салыстырса, Думанға тура келмепті. Сонда да мұны 3 күн бойы әлгі теледидар табылғанша қамап қойыпты. Соңында ұрылар табылып бұны босатып жібергені осы екен. Келгеніме 1 сағат болған жоқ, деді. Төркінінде жүргенде осында келер алдын Ләйла түс көрген. Түсінде Думан мұны киімсіз сүйреп барады екен. Бұл қатты ұялып барады. Айдай әлемге масқара болдым-ау деп, сол түсі бекерге көрінбеген екенде. Сол күннен бастап Ләйла енді ешқашан Думанды жалғыз тастамаспын деп өзіне уәде берді. Думан да, сен енді кетпеші, менің қорғаушы періштем сен екенсің, деді. Екеуі тату-тәтті бұрынғы қалыпқа түскендей Думан далаға шығып кетті. Ер адам үйде отыра алмайды. Сөзі жарасатын ауылдастармен әңгіме дүкен құрып, далада көлеңкеге палас не киіз алаша төсеп отыра қалып, көк шай ішеді сіміріп. Ләйла ауылындағы қожаның айтқан қағазын іздеп, үй үшін бірнеше рет шашып, заттарды аударыстырып түк қалдырмады. Бірақ таппады. Сонан соң үйіне күнде адыраспан тұтатып, аластап тұрды. Адыраспан олардың есігінің алдына дейін шығып өсіп жататын. Аула қорғанын тазалағанда Ләйла бәрін кетпенмен шауып, кептіріп қоятын. Басындағы дәнін алып, үзілмейтін жібек жіпті тебенге өткеріп, моншақ тізгендей тізіп, көп қылып жоғарға ілдіріп қоятын. Қыста отбасында біреуі тұмауратса адыраспанды тұтатып, түтіндетіп, иісін шығаратын. Сонда бір-біріне ауру жұқпайды деген бала күннен санаға сіңген сенімі бар. Шында да пайдасы тиіп қалатын. Рас болса керек. Ләйла тірліктерін жасап жүріп, Думанмен алғаш танысып, үйленген шақтарын еске алып, жымиып қойды. Ләйла ол кезде ата-анасынан рұқсат алып, аудан орталығына жұмыс істеуге кеткен. Ондағы кәсіптік орта білім орнына мұғалім болып орналасты. Сол білім орнының жатақханасына уақытша тұратын болған. Бір күні жұмысына сәл кешігіп қалды. Терезесін біреулер қағып қалды. Қараса 2 жігіт тұр екен. Көктем айы, күн жылы, терезелер ашық тұр еді. Жігіттер көрші бөлмеде тұратын бір қыздың есімін айтып, бұдан сұрады.
туысқаны екен деді. Ләйла олардың оқуға кеткенін және кештеу келетінін айтты да терезені жауып алды. Сөйтті де ол екеуін ұмытып та кеткен. Сол арада директор жәрдемшісі бүгін жұмысқа келмей-ақ қой, мерекеге қарсы бәріміз дайындықтамыз. Әйел қыздар күні ғой, 2 күннен соң. Соған жігіттер дайындалмақ. Талапкерлерге де, ұстаз қыздарға да үйлеріне жауап беріп жібердік деді. Жұмысқа бармайтын болған соң, сыртқа шығып көлеңкеде аздап отырайын деп, үй сыртын айнала бергенде, әлгі 2 жігіттің әлі отырғанын көрді. Қарама-қарсы жақтағы дүкеннің көлеңкесінде отыр екен. Ләйланы көріп аққұба сұлу мұртты жігіт орнынан ұшып тұрып, «Қықы қарындас» деп тұтыға дауыстады. Бұл жалт бұрылып, сұраулы жүзбен қарады. Бұл жігіттер мүмкін мен білмейтін туысқандарым шығар деп ойлады. Бір түрлі жақындық сезді. Аққұба жігіттің жылы жүзі оны бұрыннан танитын жандай өзіне тез баурап алды. Ләйланың көңілі толқып кетті. Әлгі жігіт жанына тез-тез жүріп келді де есімін сұрады. Ләйланың күткені бұл сұрақ емес еді. Аң-таң боп сәл тұрып қалды да, «Ләйла» деді ұяң үнмен. Әншейінде өзі қатарлы жігіттер атын кім деп сұраса, атым ауылда қап кетіпті деп қырсығып айта қоймайтын. Думанның жасы үлкен болған соң қырсығуды жөн көрмей айта салды. Енді бұл жігіт те соңынан қалмай әңгімеге тартып барады. Кетіп қалудың ретін таппады. Әрі үлкенді сыйлау деген ауылдың тәрбиесі мен әдептілігі бұлай жасауына жол бермеді. Жұмсақ мінезді, жылы сөзді, сұлу жігіт ұнап кетті. Көзі тым тартымды еді. Сонымен не керек, екеуі бір-бірін шын жақсы көріп ұнатып та қалды. Дұрыс танып та үлгермей жатып, Ләйланы Думан алып қашып кетті. Алғашында Ләйла бұрын көрмеген ауылды, ондағы адамдарды аздап жатырқап та жүрді. Кейін келе өзінің биязы, әдепті мінезімен, кіршіксіз ақ көңілімен және қиыннан тартынбайтын еңбек сүйгіш қызметімен қайын жұртына да, көршілеріне де ұнап қалды. Бәрімен өз бауырларындай араласып кетті. Алғашқы жылдар сондай ғажап күндер еді. Бір-бірінің ұйқысын қимай, жас сәбидей оятып алмайын деп, дыбысын шығармай жай жүргені, шемішкенің дәніне шейін 2-ге бөліп жегені, бір-бірінсіз ас батпай талықсып күткендері, бір-бірін жақтап сөзін сөйлейтіні, жаманын жасырып, жақсысын асыра мақтап жүргендері әлі күнге есінде. Сондағы сезінген бақытты енді кері қайтара да алмас. Бірақ жадында мәңгіге сақталатынына сенімді. Бір-біріне ұқсас күндер жылдар жылжыған өзен суындай ағып өте шығыпты. Ләйла күнде өткен өмірін еске алып, қадірлеп, бүгінгі күніне қанағатпен қарап, шүкірлікпен өмірін сүре берді. Балалары да гүлдей болып өсіп келеді. Бірақ қынжылтатыны олардың балалық күндері қиын дәуірге тура келгені, жұмыссыздық пен жоқшылық тақсіретін тартып келе жатқаны. Ләйла мен Думанның балалығы бақытты өтті. Олардың заманында не ішем, не кием деген сұрақтары болған емес. Бірақ жоғары оқу орнына баруға, жеке көлік алуға, шет елге шығуға мүмкіндігі барлар ғана баратын. Қарапайым отбасылар саяхатқа қызығып та көрмеген. Ләйланың туған елінде кеңес үкіметі тарқатылып, тәуелсіздік алғаннан соң көп өзгерістер болды ғой. Алғашқы жылдары ұн келмей, нан дүкендеріндегі нандар бір адамға 2 бөлке наннан өлшеп берілген кезі де болды. Тіпті көршілермен бірге бәрі жиналып қол диірменге бидай ұнтап, әрқайсына бір тегеш ұн тарқатқан күндері де болды. Балалар ойын ойнаса көлікпен ұн тасып ойнайтын. Үлкен ұлы Бақытжан Ләйладан «Апа, үйде ұн бар ма, тұз бар ма, оттық бар ма?» деп тағы басқа да оқыс сұрақтар қоятын. Ләйла аң-таң боп не дерін білмей қалатын. Қалған 2 кішкентайы базарға барып келу, қандай тамақ пісіру туралы әңгімелерін айтып, ойын ойнайтын. Ләйланың бала кезінде ондайды сұрамақ түгілі қай зат қайдан кеп жатқанын білмейтін. Осындай қиын күндердің бірінде Думан ауданға жақын жердегі қалаға жұмысқа кіріп келді. Қалада құрылысшыға жұмыс та көп. Ол отбасын өзімен әкетіп, жалдамалы пәтерге көшетін болды. Ләйла ауылдас көршілермен қимай қайырласты. Баласының алды 5-те, соңы 3-те және 1 жаста тәуекел деп кете берді. Думан жұмысынан жақсы жалақы алып, ішіп жемі мен киімі бұрынғыдай емес бәріне жеткілікті болды.
Думанның қала шетіндегі жер үйлердің біріндегі бір бөлмелі жалдамалы пәтеріне ауылдан талай қалаға жұмысқа тұруға келген туыстары да, тіпті көршілерінің балалары да, Думанның жатақханадан шығып қалған досы да келіп, күнде қонақ күтіп, дастархандары жиылмай әңгімелесіп, күліп ойнап отырушы еді. Думан өте қонақжай, жомарт жан. Ләйла да келгендерге ешқашан қабағын шытқан емес. Сондай керемет күндердің бірінде Ләйла үлкен ұлының туған күніне дайындық жасап жатқан. Сол айналада тұратын жамағайындарын, құда-құдағиларын, әпке қарындастарының қайын жұрттарынан, сол пәтердің екінші бөлмесін жалдап отырған қабырғалас көршісін тамаққа шақырып қойған. Баласының туған күнін атап өтпек болып, кеше екеуі ойласқан. Қонақтарға арналған мантыны бүгіп бола бергенде, Думан жанында бір-екі адам бар. Есіктен қисаңдап кіріп келді. Барлығы мас, теңселіп, шулап, даурығып жатыр. Аядай бөлмеде біраз адамдар бар. Бір бұрышында мантысын қазанға салуға дайындап жатқан Ләйла, оған жәрдем берген көрші келіншек пен құдаша, балалар далаға ойнап кеткен. Қонақтардың алды келе бастаған. Думан келді де, тамақ әлі дайын емес пе деп бақыра жөнелді.